қашып кеткеннен кейін мен уже түсіндім. Мен бекер ашып жатқан. Сонда қол көтеру қанша уақыттан кейін басталды үйленген соң? 2,5 апта. 2,5 апта. Жанёка, танымай қалдым. Мен ол үйге таза болып бардым. Ол жақта несін жасырайын, ол Шымкент болғаннан кейін, Степной болғаннан кейін, ол жақта конкретно әйел адамның, келіп тұрған қыз баланың төсегін тексеру деген болды. Мен сол кезде көрдім бірақ оны. Мен тексерді төсекті. Сол кезде көрдім. Маған бір намыс болып көрінді да, одан кейін жаңа енем молодец деп құшақтап атқаннан кейін маған ол абырой болып көрінді. Қазір ойласам, тупизм ғой. Біреудің төсегін тексеру. Мен түсінетін едім, таза болмай, ол мені қорласа, мен түсінетін едім. Бірақ даже бар ғой, ондай қыздардың өзін қорлауға ешкімнің хақысы жоқ. Ол абырой деген нәрсе, ол бір пәктікпен өлшенетін дүние емес қой. Мүлдем. Біз подкастта бұл біреудің жеке өмірін талдау мақсатында емес, бірақ сөзден сөз шығып кетіп жатыр ғой. Қаншама шындық. Мүмкін бұның айтылуы да жөн шығар, өйткені экранның ар жағында осы барлық жігіт қыз өзін күшті көрсетеді деп жатырсыз ғой. Сол қателіктерден осындай бір үлкен өмірлік сабақтың болуы, қарап отырмын да сізді, тас түскен жеріне ауыр дейді ғой, оны сіз ғана түсінесіз да, сол қиындықты. Сол аралықта сіз уже қазіргі керемет Айша қызыңызды көтеріп қойып отырсыз. Мен кеткеннен біз декабрьдің 10-ы үйлендік па? Мен сонда шамамен январдың басына таман ба, январдың 9-на дейін көтерген. Сонымен бәрі бітті, Жоқ. Бұл өзгереді екен, мен бұны кешірейінші, бұл менің алдыма иттей жорғалап кеп тұр ғой деп, нажалыс давить етіп тұрған еркекті кешіріп қойды қойса екен деп қыздар. Мен өзім сол эмоциядан бүйтіп, кешірейінші дегеннің екінші рет құрбаны болдым да, сол кезде қайтадан кешіріп қосылдым. Мен больницада жатырмын, сотрясениемен ужасно болып жатырмын. Одан шыққаннан кейін марттың 18-і бірақ қайтадан қосылам. Марттың 18-і тура карантин басталып кететін күн ғой. Барлық жер жабық, артық адам жүре алмайды. Яғни мен кетем десем де үйге кете алмаймын. Сонымен мен ойладым, демек бұл маған сынақ. Яғни осылай болу керек болған деп ше. Сөйтіп қосылдым. Қосылғаннан кейін бірге тұрдық, бір общагада. Мен бар ғой, тіпті тұрмысқа шыққаннан кейін сол кісіге мен жақсы квартираларда тұрғыз басқа жұптар сияқты демеппін. Мен кәдімгі общаганың бөлмелерінде тұрдым. Мен бірақ оған да ештеңе демедім. Мен үшін дүние маңызды емес еді. Тұрдым, сол кезінде марттың 18-і қосылдым. Ары-бері жұмыстарында көмектесіп, ары-бері жүрдім. Ол мені телефонсыз қалдырып кетеді үйге, ақшасыз қалдырып кетеді. Жейтін еш нәрсем жоқ, бірақ мен аяғым ауыр. Мен жегім келеді, алғым келеді, ішкім келеді. Қолыма ақша да тастамайды, телефонымды сындырып тастаған, кетіп қалады. Мен көршінің телефонымен мамама звондаймын. Ана жүрегі бәрібір кешірімшіл ғой. Анам жарайды, магазинге барғаннан кейін маған звонда дейді. Мен алғым келген, жегім келген заттарды алғанда мамам төлем жасайды. Ал мен экс күйеуім сол моментте менің хотелкаларымды аламыз, болды, осылай қалып кете береді. Мен сонда бір көп затты жемейді екен. Мен бір кіргенім магазинге 1,5 теңгемен аяқталатын еді ғой. Мен жеріктігімші. Сөйтіп бір күні үлкен ұрыс шықты, білмеймін неден. Мен ол кісіге сондай бар ынтаммен пирожки пісіріп беріп отырғам. Жерде плиткаға пирожки пісіріп беріп отырған кезінде бір нәрседен бір нәрсе шығып, оның минусы менің отбасымды былай табалап сөзбен бір сондай бір қатын сияқты еркектер болады ғой. Сен шешең бұндай, сенің әкең бұндай. Қай қызға ұнайды? Мен әке-шешем қандай болса да, олар мен үшін ең биік тұлға болды. Сен соны солай қабылдауың керек, себебі мен сені әке-шешеңді осылай қабылдап тұрмын. Какой ты имеешь право менің әке-шешемді таптауға сөзбен де? Мен сенің отбасыңды қабылдадым ба? Мен сенің әке-шешеңді қабылдадым ба? Мен сенің отбасыңа қызмет қылып жүрмін ба? Сен де дәл мендей дәрежеде менің отбасыма қызмет қылып, менің отбасымды сыйлау керексің. Болды, точка. Бұл талқыланбайды. Осы нәрсе мен миымда тұрды, бірақ мен айта алмадым. Себебі мен десем таяқ жеп қалатынмын. Бірақ мен шыдамай кеттім. Анау жиналып тұр ғой ішіме. Болды ғой. Қойыңызшы, болды. Мен сіздің әке-шешеңізді сыйлаймын ғой. Неге мен әке-шешемді сыйламайсың? Олар не істеді саған? Сондағы солар мені, яғни қыздарын қорғағаны үшін кінәлі да, оның ойынша. Неге қорғамайды? Сонымен бір нәрсе деп боқтады. Боқтамаңыз. Болды, уже көтеріліп кеттім да.
а десе мә дейтіндей ответ қайтардым, бірақ мен боқтап оны унижать етіп емес, дауыс көтеріп жауап беріп тұрмын ғой. Сол оны задевать етеді да мені артқа қарай итереді. Бірінші телефон лақтырады, телефон өтіп кетеді, жүгіріп келіп итереді, itергенде мен пісіріп жатқан пирожкилерді мен құлаймын. Сол сәт әлі күнге дейін біреуге болғанда ер адамыңа ынтамен, махаббатпен бір нәрсе пісіріп беруді желанием кетіп қалды. Салфетка бола ма, Дина? Мен оған тамақ дайындап берсем, жай тамақ қып қалдырмайтынмын. Дайындап берем, салатымен әдемі дастархан жасауға тырысам, ол әлі күнге дейін мойындамайды. Мойындамай қойсын, негізі деймін да, ер адамның асқазаны тоқ болсыншы деп ше, бір тамағы тоқ болғаны дұрыс деп ше, сөйтіп сондай бір ынтаммен дайындап беріп жатқан мен пирожкиге ыстық салып жатырған уже майдан шығарып, соған қарай лақтырады, мен итереді, мен құлаймын да, ана ыстық белме өткен кезде болды, басым істемей қалды ғой. Мынадан кейін таза кино болдық. Тұрдым да, уже нервім ауырып кетті да, бетіне табақпен бердім да, тұрдым да, жүгіріп барып дастархан үстіне пышақты алдым. Ойым болды. Не мен өлем, не сен өлесің. Шынымен. Не мен өлем, бала мен ішіндегі, не сен өлесің. Ол мен сол кездегі бір ғана ситуацияны тұрмын. Ол одан 2 күн бұрын мен аяғым ауыр, ішіме отырып алып тұрып, былай басымды 2 жаққа ұрып, өзі біледі ғой, өзі егер еркек болса іштей мойындайтын шығар. Мен жынды болып қалдым ғой.